Келіндер бәйгесі жағрафиясын ауыстырды. Күн сәулесіне бөленген Шымкенттен тау баурайында орналасқан Алматыға жол тарттық. Алматы облысы Қазақстандағы ландшафы алуан түрлі болып келетін өңір. Бұл жақта төбесін мәңгі қар басқан тауда, көрікті шатқалдар да, ыстық шөлде кең байтақ дала да бар. Сондай-ақ тарихы өте бай. Жартасқа салынған суреттер, сақ қорғандары, ежелгі қалалардың орны. Қазақстанның символына айналған алтын адам да осы Алматы облысынан табылды. Ал келіндер бәйгесі бұл жақтан үйлену тойларының ішіндегі ең үздігін іздеп келді. Реалити шоуымыздың ережесі бұрынғыша. 4 қалыңдық бір-бірінің тойына барып, мына номинациялар бойынша үкім шығарады. Қалыңдықтың бейнесі. Сау келесі зимний болды ма? Не по погоде деген сияқты ғой. Қыстық болып тұр ғой енді. Жүн-жүн болып мына жақтар. Мейрамхананың безендірілуі. Бұндай ресторанға жасамаушы едім. Той дастарханы. Және әрине ойын сауық бағдарламасы. Вау, эффект болған жоқ та бізде. Тамақ ішетін адамдар бар, соның жанынан нәски өтіп жатты. Өз бәсекелестерінің бәрінен ұпайды көп жинаған қатысушы апта жеңімпаз атанып, күйеуімен бірге романтикалық саяхатқа аттанады. Бұл аптада келіндер бәйгесі Алматының үйлену тойларына қатысып жатыр. Бірінші болып Дана тұрмысқа шықты. Қыздар той дастарханына дән риза болды. Еті дәмді болды, наны қолдан жайылған. Қатты ұнады, тамақ жақсы көремін. Екінші болып ата-анасының шаңырағымен Жазира қоштасты. Бәсекелес бикештер көйлектің түсіне қатысты қарама-қайшы пікір білдірді. Қызыл көйлек қазір уже трендте емес. Қызыл бәрі бір ол адамды бірден внимание аударта алады. Сондықтан мен дұрыс таңдады деп ойлаймын. Образына 4 деген баға қоям. 4 деген баға қоюымның себебі сол қызыл түс үшін. Үшінші болып блогер Мәдина жаңа босағаға қарай жол тартты. Мен Қазақстандағы ең сұлу қалыңдықтардың бірімін. Бүгінгі менің ұзатуым өте керемет деңгейде өтеді. Она медийная личность. Біздің молодежьға әйгілі қыз сияқты енді. Білмеймін, маған ондай асан. Өзім ондай болғанды ұнатпаймын да. Содан кейін может это и хорошо, бірақ енді өзім ондай адамдарды ұнатпаймын. Мәдина қыздарға уәде берді. Оларды танымал қонақтармен Танымал дегенде сол блогерлар болды, бірақ бір ондай танымал дегенсі мен ойлаған ой, бір әншілер болады деген секілді. Ондай адамдар көрмедім. Және трендтегі екі бейнесімен таң қалдырмақшы. Екі көйлектің де түсі бірдей болды ғой. Екіншісін ауыстырған кезде, мысалға, вау эффект болған жоқ та бізде. Бір тал шаштың кесірінен қыздардың тәбеті қашты. Йома, мына шаш отыр. Это было салата. Үлкен минус жағы сол болды, шаш шықты, тәбетімді жоғалтып алдым. Қалыңдық тойдың сценарийін бастан аяқ өзі қадағалады. Қызмет көрсетушілердің бәрін өзі басқарды. Камера жағынан переживать етті ма, бірақ в целом переживать етіп, әйтеуір беті қызарып жүрді кішкене. Мамасына бірдеңе деп жүгіріп кеп айтады, кішкене қабағын түйіп алып. Бірақ одан пайда болмады. Ертегіден алынған арнайы эффект ойдағыдай шықпады. Эффект Золушки болды, но что-то походу дұрыс орналастыра алмады ғой деймін. Надо же вроде сверху, а тут, короче, непонятно, сбоку болып кетті ма, вообще істемей қою керек еді оны. Бұл тойда жұрттың бәрін қызықтырған жұмбақ адам туралы ақпарат еді. Мәдина оның кім екенін айтпай, құпиясын соңына дейін сақтады. Сыңсуда мен өте ерекше адам ұзатып шығаратын болады. Ол енді құпия болып қала берсін қазір.
құрамы Анна ханым болып шықты. Әдемі болды бәрі. Адамдар просто былай жауып қалды да, андай әдемі моменттерді көп адам бәрі көре алмады да. Қыздардың ең әсерлі сәтті тамсана тамашалауына мобилографтар мүмкіндік бермеді. Бірақ сондай кемшіліктеріне қарамастан Мәдинаның ұзату тойы 137 ұпай жинады. Бұл әзірге осы аптадағы ең жоғарғы көрсеткіш. Бүгін ата-анасының шаңырағымен 22 жастағы Жұлдыз қоштасады. Ұзату тойына 150-ден 180 адамға дейін келеді деп отыр. Той бюджеті 5 миллион 250 мың теңге. Мен Жұлдыз, жасым 22-де, мен сіздерді өз тойымда күтетін боламын. Өзіңізбен бірге көптеген күшті эмоцияларыңызды алып келіңіздер. Бұл той басқа тойлардан ерекше болады. Айым тусын оңыңнан, жұлдызың тусын соңыңнан. Хабарсыз кетсең тым ұзақ, сансызбай шығар соңыңнан. Әзігіңді келгенше, үйліп сәлем бергенше, таяр етіп қоялық, салдырып сарай өзгеше. Танысып қойыңыздар, ақтаулық әнші Ақсұлтан, Жұлдыз оның музасы. Алладан сұраған қызым. Бір Құдай өзі сондай моменттер беріп қалды ма? Кім-кімді қармаққа түсірді? Ол жағын ойлану керек. Әйтеуір Құдай екеуінің жолын TikTokта тоғыстырыпты. TikTok желісінде отырғанмын. TikTokқа өйтіп қатты кірмейтінмін. Басында Агугай әні атып тұр, рекомендация шығады, рекке дейді ғой. Рекке шығады. Қыздармен отқан кезде мен көрсетемін ғой қыздарға, көресің мына баламен сөйлесіп аламын деп. Күшті болып отырмыз. Екі қыз жазады. Бірі осы кісі әзілдеп қояды. Әдем болсақ танысар ма едіңіз бір ойлар. Екінші қыз да жазып отыр. Қыздардың хитрості құлы бар ғой. Әде Инстаграмға қарап кетемін, сторис может көріп қалады деп. Иә, Ақсұлтан көңіл аударды. Историямды ашып қарасам, бір 1000 шақты адам қарап саған. Бірақ жігіт оған тоқтамады. Іздеген қызын 1000 адамның ішінен тауып алды. Сөйтті де бірден кездесуге шақырды. Кездесу өтті қызық өтті. Кездестік, бірақ мен қорқытып алдым. Бұл кісі маған түр жасайды ғой. Мен түсініп отырмын, мен де андай адаммын ғой, адам танимын да, түр жасап отқанын түсініп отырмын ғой. Айтамын, не үшін түр істеп отырсың деймін ғой. Мен өйтіп дос, аға дегенге жоқпын. Ұнатып тұрмын, сөйлессек, сөйлеспесек, өйтіп нетпей қойды да. Үйге барып ойландым біраз, әңгімесін сараптап, өзім кішкене психологпын ғой. Сөйтіп, ара қатынастарын үзбейтін болып шешті. Келесі жолы екеуі жігіттің концертінде кездесті. Концертте добивать етті. Пох еткіз. Харизмаң ұнайды қаяда ма? Қыздар тұр, бәрі фотоға түскісі кеп нетіп тұр, ал бұл кісі сұра сахнадан маған қарата келе жатыр да. Мен, болмайды ғой, маған бірден келме, аудиторияны айырылып қаласың. Сөйтсе маған өзі келіп, яғни менің дәрежемді өзі көтеретін ұнады. Ал 2 аптадан кейін әуле Валентин күнінде Ақсұлтан Жұлдызға арнап естен кетпейтіндей кеш ұйымдастырды. Өзім отырып үйде шығарған мелодия «Твое имя» деген аниме көргем. Күшті әсер алдым. Советую, көріңіздер. Күшті прям әсер алып, сол әсерімді әнге салдым мелодияға. Солай шыққан мелодия негізі Жұлдызға арнаған көрсетіп, саған арналады. Содан бері Жұлдыз Ақсұлтанның жанында жүргенде өзінің ешкімге ұқсамайтын ерекше жан екенін сезінеді. Бірінші кездесуден айтып қойғам, мен өнер адаммын, внимание маған көп келеді. Бізге ұлдарға қарағанда қыз аудитория көп қарайды мен, шыны керек. Сол үшін де мен түсіндірдім жақсылап. Суретке түседі, құшақтағысы келеді. Сондай заттар болады, қатты не қылма деп. Мен көнем деп. Ең бастысы мені өзінің жұмысынан да выше қою қатты ұнады. Негізі көп әншілер өте бермейді. Арада 1,5 жыл өтті. Музыкант жігіт маңызды қадам жасауға бел байлады. Сөз салудың өзі ерекше өтті мен үшін. Оған себепкер анам. Анашым айтты, Ақтауға барып сөз салды. Ақтауға апардым,
Бұл кісі білмеді. Той деп бардық. Бір дос балам, бауырым үйленді. Оны той деп барғанбыз, жүзігін тығып бүйтіп жүрдім да. Көрсетпей. Теңіздің жағасында. Теңіздің жағасында. Сөйлей алмаймын ғой. Деп тұрмын ғой. Көзіме жас толып қалған. Енді менің ерекше сәтім ғой. Бұл кісі жылап жатыр. Бұл кісіге қарап мен жылағым келіп тұр ғой. Қатты толқыдым. Бақытты сәт болды мен үшін. Қуанғаннан алып жылап, сол кезде әрең успокаивать етіп, бүткіл ресторанмен. Я сказала, да. Кеше ғана тоғысқан сияқты, ал бүгін той болғалы жатыр. Оның үстіне келіндер бәйгесіне қатысады. Жарайды, көрейік. Мүмкін сендердің бақтарың жанатын шығар. Бұл аптада біздің жас жұбайлар бас жүлде Шығыс Қазақстан облысындағы табиғаты ерекше Қатон-Қарағай ауданында өткізуге берілген жолдама үшін бақ сынасады. Еліміздегі ең ірі Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі осында. Ол ЮНЕСКО-ның ерекше қорғалатын мұралар тізімінде. Бұл жерде флора мен фаунаның өте сирек кездесетін Қазақстанның қызыл кітабына енген түрлері сақталған. Қорықтық аймақтың табиғаты көрген адамды қайран қалдырады. Бұл маңнан әйгілі Алтай маралын кездестіруге болады. Оның үйізі панта шығыс медицинасында өте бағалы. Ал жергілікті шипажайлар панта қосылған өнімдердің негізінде ем-дом жасайды. Ондай ем адамға ерекше күш-қуат береді дейді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы ара шаруашылығы өнімдерімен танымал. Сондықтан жеңімпаздарымыз бал татитын романтикалық саяхатқа аттанады десек, асыра айтқанымыз емес. Жұлдыз салонға түскі мезгілге жазылыпты. Уақытты мүлдем уайымдамайтын сияқты. Қымбатсыз ба? Қайсыздар? Келе қойыңыз. Өрімді басынан бастаймыз ба, или орта жағынан? Қалай удобно болады? Есі сөкелемен келетін болсақ. Төменгі жақтан бастасақ, наоборот удобнее болады. Сөкелеңіз де, тақияңыз да, кие бересіз, шеше бересіз. Ешқандай объем ештеңке мешать етпейді. Шебер шашын сәндеп біткенше, анау-мынауды сөз қыла тұруға да болады. Көңіл-күйім күшті, дайындық, қобалжу бар іште. Қалай болады екен образым деген секілді. Образым өзім ойлағандай тіктіріліп алып келіпті. Реально өте әдемі болды. Сонымен қатар интрига тастағым келіп отыр. Ашық айтпай қойын. Көре жатарсыздар, ең бастысы бұрынғы салт-дәстүрдегі нәрсені қостым. Әлі тағы да басталды. Жұмбақтап, жұртты қызықтыруды Мәдинадан жұқтырып алғансың ба? Шыныңды айтшы, тағы қандай құпияларың бар? Алдын ала фотосессия істедім, әсіресе отбасыма уақыт бөлдім. Және де жылататын видеоларым бар, так что, мне кажется, көрген дұрысырақ оны былай айтқаннан қарағанда. Ең бастысы сол әсерлі сәт бәсекелестеріңнің көңілін босатса екен. Әйтпесе жақсы баға күтпе. Болашақ жолдасым негіз айтты, ұзатуда өзім бір тосын сый дайындадым деген секілді. Білмеймін, өзіме де қызық болып тұр. Болды, тоқта. Тосын сый күйінде қалсын. Шашты сәндеп болды. Енді макияжға welcome. Брови қалай жасаймыз? Как лами или четкий қысамыз ба? Четкий болса өзбекке ұқсақ қойын ба? Возраст қосады, четкие брови. Нет, более анандай қылдыр. Естественно, да? Түрім қандай страшный болып тұр. Дәл свадьбаның алдында бетіме бірден шығып, әшейін вообще шықпайтын ғой. Мына жерлері чуть-чуть сып болып тұр прям. Ештеңе етпейді. Шебердің қолына түссе, құрбақаның өзі патшайымға айналып кетеді.
ойымша, кім қаншалықты бағаласа да, ол өзінің жеке ойы. Сондықтан ол менің жасап жатқан осы болып жатқан тойыма ешқандай мен настроенияма әсерін тигізбейді. Әр адамның өзінің ойын просто құрметтеймін. Санасына бердім деген сөз бар ғой. Өз ұяты дейсің бе? Мәселе жобадағы жеңіске тірелген кезде кейбіреулер ұятын жинап қоюы мүмкін. Бұл ма? Қандай әдемі болып тұр. Өте керемет, маған қатты ұнап тұр. Түр келбетіңді толық бағалау үшін бас киімдеріңді де киіп көру керек. Оларды босқа әкелмеген шығарсың. Менің размеріме істелінеді ме бас киім? Так что смело қою керек. Өйткені бұны размермен болғаннан кейін невидимка шекені қадау керек емес. Ал енді сәукелені көрейік. Өзі де анау-мынау емес, танымал дизайнер Азамат Арғынбаевтың қолынан шыққан дүние. Бұл тігінен басталады. Макияжым чөт көп тұр. Образыммен. Жұлдыздың өмірінде бәрі күшті сияқты. Енді тек бәсекелестерінен күшті баға алу қалды. Бірақ мейрамханаға қарай Жазира жалғыз кетіп барады. Қыздардың ешқайсымен мен хабарласқан жоқпын бүгін. Кім қай жақта келе жатқанын әлі білмеймін. Балашудың керегіне жай ғана хабарласа салсаң қайтеді? Ойналарың атмені беріп отыр. Мадина телефон алмайды. Енді Данаға хабарласып көрейік. Алло, Дана, привет. Тойға келе жатырсыңдар ма? Примерно қанша уақытта боласыңдар? В час, наверное. Ага, хорошо. Ұқыпты қатысушылар мейрамханаға кетіп бара жатқанда естеріңізге сала кетейік. Бүгін Алматыда 4-ші той өткелі жатыр. Бұл қаланы тұрғындары жоғарғы және төменгі жақ деп бөледі. Тіпті ел аузында алматылықтар әлемнің кез келген қаласынан төменгі және жоғарғы жақты тауып алады деген қалжың сөз бар. Оған қоса Алматы әлем бойынша ең биік жерде орналасқан телемұнарасымен мақтаналады. Себебі ол мұнара теңіз деңгейінен 1500 метр биікте жатқан көк төбеде тұр. Көк төбе телемұнарасының салынғанына 40 жыл болды. Ол қаланың қай жерінен қарасаң да мен мұндалап көзге түседі. Ал мұнара тұрған көк төбеден Алматы қаласы алақанға салынғандай болып көрінеді. Жұлдыз өзінің ұзатуына жұрттың бәрінен бұрын келген сияқты. Қатысушы қыздардың ойынан шығады деп ойлаймын. Себебі ұзату болғаннан кейін біз қыздармен өзіміз келіскенде барынша скромна болсын деген себептен барынша скромна қылып жасауға тырысып жатырмын. Ұнайды деп ойлаймын. Әрине, жан тәніңді салып ұйымдастырған тойдың өзгелерге ұнағанын қалайсың. Оның үстіне туысқандар да уайымдап жүр. Мен Жұлдыздың бір тал жеңгесі боламын. 9-шы класстан бастап менің қолымда болды. Біз бұл күнді өте көп күттік. Қобалжып, потому что барлық жауапкершілік біздің жолдасым екеумізге түсті ғой. Ал Жұлдыздың жеңіске жетуін тілеп жүрсіз бе? Мен ойлаймын, Жұлдыз осы уақытқа дейін мектеп кезінде биік белестерді бағындырған. Енді осы сайыста да бірінші орын алады деген үміттемін. Мен соған сенемін. Менің ұзату тойым өте әсерлі болады деп ойлаймын. Ең бастысы, өзіміздің төрешілерге әсер етсе екен. Жұлдыз мейрамхананы қаланың ортасынан таңдапты. Қонақтардың жетуіне ыңғайлы болсын деп ойлаған. Міне, біреуі келді. Жазира бәсекелестерін күтпей-ақ мейрамхананы тексеруге кірісе бергенді дұрыс көрді. Көрейік фуршетін. Жемісінен кішкене ауыстейік. Списокта бар екен біз столда. Мольбертпен суреттер жасатқан екен. Өте әдемі шыққан, этнос стильдегі фотосессия жасаған екен. Әзірге Жазираның алған әсерін тыңдайтын адам жоқ. Реалити шоуымыздың операторларынан басқа. Мүмкін алдын ала ескертілген болуы мүмкін. Келіндер бәйгесінен келеді деген секілді. Сол себепті көп адамның назарымен де болды. Онымен қоса өзім жалғыз жүріп, көп нәрсеге талдау жасағаннан кейін маған әрине кішкене ыңғайсыздық тудырды. Дастархандары мол екен.
әдемі, жалпы ресторанның іші әдемі екен, безендірілуі. Оформлениясын гүлдері бір-біріне сәйкестендіріп жасалған екен. Отырып көрейін. Өте әдемі. Жалпы мейрамхананың төбе жағының безендірілуі маған ұнап тұр. Мына жерден жасалған жақсы көрінеді екен. Мейрамхана Жазираның көңілінен шықты, бірақ ол әзір баға қоюға асығатын емес. Бәсекелестерінің пікірін тыңдап көрмекші. Бірақ олар әлі келген жоқ. Бұл түрлермен бар қызықтан құр қалуы мүмкін. Қалыңдық орнына жайғасты, ал екі бәсекелесі әлі келген жоқ. Жазираның жалғыздығы көзге ұрып тұр. Жазира. Басқа қатысушылар келмеді ма әлі? Енді келеді. Енді келеді. Иә, жақсы. Тамақ қалай екен? Тамақтары дәмді екен. Мынау гнездо глухаря деп айтамыз ғой. Сол салат дәмді екен. Ұнады маған. Айта бер, қысылма, бәлкім кулинарлық шоуға жүргізуші болып кетерсің. Міне, Дана да жетті. Күйеуі де әдетінен жаңылмай ере келіпті. Айдын, көлікті тасаланбай-ақ қой, көріп тұрмыз, ішке кейінірек кіресің бе? Ақыры Жазираға серік табылдау. Қайдағы жарты сағат? Әр минутты қадірлеп санап тұрмыз. Тойдың басталғанына 1 сағат болды. Тойға кешігіп келу себебіміз қалада. Біз сыртында тұрамыз ғой, қаланың сыртында. Содан бері қарай келгенше жол болды. Еще қаланың ішінде трасса, пробка болды. Сөйтіп пробкамен жеткенше солай уақыт болып қалды өзі. Негізі ерте шыққанбыз, бірақ қаланың ішінде ужасный пробка болды. Шынымен ужасный пробка болды. Жарайды, Дана, ақталмай-ақ қой. Бастысы сендердің кешіккендеріңнің кесірінен қонақтардың іші пыспаса болғаны. Қалыңдық, қадірлі қонақтардың құрметіне шоу бағдарламаны кідіртіп отыр екен. Бірақ Мәдина әлі келген жоқ. Оның орнына сенің күйеуің отыра тұрсын. Давай чуть-чуть. Бірден жедім ба, не дәмді екен, не дәмді екен? Бәрін жедік. Шығармапты ғады. Ана 2 салатты жедім, мынаны жедім, грибы жедім. Грибы онша емес екен. Грибыйдың дәмі ұнамады әйтеуір, пересоленный болды. Кабачкиден жасалған роллы, тағы бір рукколамен, қызылшамен салат жасалған екен, тоже заманауи салат. Онысы маған ұнады. Кабачкимен салат жедім, бірақ кабачки емес, баклажаны больше ұнады маған. Дәмдірек болды. Кабачки кішкене қаттырақ сияқты көрінді ма, солай. Просто баклажанның қуырылған бір салат болды, сол онша ұнаған жоқ. Бір кислый дәм шығып тұрды, сол себепті маған ұнаған жоқ. Келіндер бәйгесі Алматыда. Бұл 70 жыл бойы Қазақстанның астанасы болған қала. Мұнда келген әрбір қонақ өзінің ұнайтын нәрсе табалады. Сәулет өнерін жақсы көретін жандар 28 гвардияшы панфиловшылар саябағына барып, Вознесенский кафедралдық соборын көре алады. Ол әлемдегі ағаштан жасалған бірегей 10 ескерткіштің қатарына кіреді. Рас, бұл шіркеу бірде-бір шегесіз салынған деген әңгіме жай ғана сөз. Оны тұрғызу кезінде бұдан 120 жылға жуық уақыт бұрын архитектуралық батыл технология пайдаланылған. Собор толықтай ағаштан бір-бірімен металл бекіткіштер арқылы байланыстырып салынған. Соның арқасында бұл шіркеу осы 120 жылдың ішінде болған зілзалалардың бәрінен аман қалып келе жатыр.
даяшылар ет тартып жатқан кезде қыздар уақытты құр жібермей қалыңдықты сөз қылуға көшті. Жұлдыз екеуміздің көйлегіміз бір жерден шыққан. Арғынбаевтан. Иә, Арғынбаевтан. Менің ұзатуымда киген көйлек те сол дизайнердікі болған болатын. Жұмысы өте әдемі, көйлегі өте қатты ұнады маған. Бой қысқалау болғандықтан кішкене жүргенде ыңғайсыздау болған сияқты. Макияж өте өзіне жарасып тұрды, сүйкімді болып тұрды. Шаш үлгісі трендтегі косичка қойған екен, екі жағына өте әдемі болып тұрды. Макияжы да жарасқан, шашы да жарасты. Өзі көп кішкентай сүйкімді қыз болып тұрды. Онда бағасын бірден қойып жібересіңдер ме? Әйтпесе ет таңдайларыңа татымай қалып жүре ме, кім біледі? Жұлдызға қоятын бағам образына 14. Жұлдыздың бүгінгі образына беретін бағам 15, себебі толықтай өзіне жарасымды, үйлесімді әдемі болып тұрды. Мынау қолмен емес. Жаңа адам өсін? Жаңа адам өсін? Қолтықне ұқсамайды. 5 дәмді екен. Еті ұнамады. Түрі виді әдемі болды. Одан кейін дәмін көре келе қамыр ұнаған жоқ, жаңағы дайын жайма деп айтамыз ғой, сонымен жасалған екен. Білмеймін, енді 5 бармақтың тестасы кішкене қаттылау болды. Қарным ашқаннан жедім, бірақ. Сендер тек тамақты ойлап отырсыңдар, ал қалыңдық нөмірлерді қайта-қайта кейінге ысырып, шоу бағдарламаның сценарийін өзгертіп жатыр. Қыздар, Мәдинаны асықтырсаңдар қайтеді, кешігіп жатқан тек сол. Мәдина, сәлем. Саламатсыз ба деп. Мен ғой Дана, келе жатсың ба? Иә, келе жатырмын. Привет, қайсың? Нормально. Примерно қанша минутта боласың? Білмеймін қанша минутта. Пробкада тұрмыз. Әй, Мәдинай, суып қалған ет жейтін болдың. Жеңгесі келді, басқа туысқандары келді. Вниманиенің өзі, мысалға, шектен тыс көп бөлінгендіктен ыңғайсыздық тудырды деп те айтуға болады. Қыздар, шағым айта бермеңдерші. Одан да асабаға қараңдар. Жұлдыз тойды өзінің көкесі жүргізеді деген. Сәузе білмей мен бір класста оқығам. Мынау деген болмайды екен, Приятный дейсің ба? Тамада кішкене ұнамады маған. Не в тему приколдарын пихать ет. Енді тост сөйлеп атса андай адамға прикол ұстап. Тамаданың әзіл қалжыңдары кішкене оғаштау болып көрінді менің көзіме. Өзге қонақтарға ұнайтын сияқты. Қыздар сынап мінеуден шаршап, көңіл көтермекші болып шешті. Жұлдыз өзі келіп бізге амандасты ең басында. Одан кейін билетті, құрбылары билетті. Жаңа ортаға шығып билет қой бізді ана екеуміз. Жақсы көңіл күймен биледі. О, міне біздің Жұлдыз да келді. Кемеден түсіп балға кірді деген осы шығар. Есіктен аттай сала танымал дейтинг шоудың жанкүйерлерінің қолына түсті. Мәдина тездет, сағат 9:30 болды. Сен суретке түсіп жүргенде қалыңдықты күйеу жігіт әкетіп қалады. Бұрын Қызылтуда тұрған 3-ші классында сол жақта тұрған кісілер де танып жатыр. Әке-шешемді сәлем, фотоларымыз көрсетейік деп. Әдем болып кетті ма? Қалайсыз? Нормально. Қалай жүрмін? Мұзы андырак болып отыр ма? Кешіп қал. Еще отыр.
Мәдина Қордайдан келді. Ертең сол жақта өзінің тойы болады. Бірақ біздің жобаға бола жас жұбайлар өз дайындықтарын тастап кешіксе де жұлдыздың ұзатуына келіп тұр. Жолай бітірген шаруалары да бар. Мешітке кіріп, некелерін қиғызған. Медпунктке де соғыпты. Кешкі уақытқа маған система алу керек болды. Кішкене ауырып қалған болатын. Соған байланысты қалдырмайын деп оны алғаннан кейін тағы бір 40 минутқа кешіккенім бар. Сонымен сол уақыт шығып кетті. Мадина енді антракты кезінде келді. Түсіністік танытуға болады деп ойлаймын, бірақ бір шетінен Жұлдызға кішкене обидно деп айтамыз ғой, обидно моменттері болып қалды. Бір түрлі бүгінгі тойдың кімдік екені түсініксіз болып барады. Мәдина келісімен жұрттың назар соған ауып кетті. Каждый ұзатуда солай болып жатыр ғой, әйтеуір бір таныстарым шығып қалады, жер домалақ дейді ғой. Біріншіден мен өзімді жеке қолдаушы көрермен ретінде көретін кісілер, одан кейін арасында тағы бір кісі болды, ол менің әке-шешемді танитын кісілер. Бұрын дос болып араласқан, солар суретке түсейік, әке-шешеңе көрсет деп солай істеген болатын. Мәдина, өзің туралы айта бермеші. Ұзатудың қалай өтіп жатқанын білгің келмей ме? Выход невесты қалай болды? Выход невесты әдемі болды. Жаңа сендер келмедіңдер ғой, сол жерде мен түсіріп алдым жаңа сендерге. Вот осындай болды выход невесты. Қызды алып шыққан кезде, шоу-программамен әдемі алып шыққан. Оны телефоннан көрдім. Енді живой әсерде көре алмасам да, былай телефоннан жақсы болды, әдемі шықты. Басында осылай кәжекеймен, сыртындағы камзолмен, яғындай сәукелемен шықты. Потом тақиямен корсетке ауысты ғой. Образды тіктірдім дегенге мен онша қатты сенбеймін. Танымал дизайнер деп жатыр ғой, соған сенбеймін, өйткені қазір қыс емес, жаз. Сол себепті сәукелесін қыстық емес, жаздық қылып істейтін еді. Уже дайын көйлекті алған секілді. Вроде бы сәукелесі зимний болды ма, не по погоде деген сияқты ғой. Қыстық болып тұр ғой енді. Жүн болып мына жақтар. Ой, бәрін білесіңдер ау, есесіне көзге қымбат болып көрінеді. Жалпы атмосфера қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма? Тамада енді мен онша көңілмен шығып жатқан жоқ. Өзіне ұстау кішкене бір түрлі ма? Неге? Именно осы сәт деп айта алмаймын, бірақ енді в целом онша ұнаған жоқ тамада. Маған дауысқан ұнаған жоқ. Неприятно деген мысалы, маған данан кішкене тамадасы ұнамаған. Сондай сияқты ма? Ұнамаса ұнамай қойсын. Ну зачем это каждый раз повторять? Айтты ғой, болды бір интервьюда, хватит. Жалпы бұндай бір-бірімізге ашық пікір білдіру бұның алдында болмаған. Бұндай пікір білдіруді енді білмеймін қаншалықты дұрыс емес екендігін. Бестактность деген болады да у людей. Мәдинаның тура сөйлейтіні бәсекелестерінің шамына тие бастаған сияқты. Енді қалыңдыққа оралайық. Баға қоятын кез келді. Образға 6 деген баға қоям. Себебі бұл образ өзіме ұнамайды. Қыстық образ өте ыстық болған шығар деп ойлаймын. Қызыл негізі қыздардың көзін тартады дейді ғой, жалпы. Но мен осыған дейін ұзатуларда болған кезде бордовый қызыл түс бұрыннан қалып қалған деп айтқанмын. Және де сол ойымда әлі де тұрамын. Егер мен сол көйлекті көретін болсам, бірден өтіп кетер едім. Ал мейрамхана туралы не дейсің? 3-4 жыл бұрын, кажется, бір досымның тойы болған. Уже көп болған шығар бұл ресторанға, бірнеше жылдар болған. Сондықтан да сол 3-4 жыл бұрынғы оформление, әлі сол оформление. Еш нәрсесі өзгермеген. Бір нәрсемен бір нәрсе сочетать етеді деп айта алмаймын. Ресторан дизайны басқаша ма? Необычный, маған ұнады ресторан. Ресторанның оформлениясына 15 деген балл қоямын. Маған қатты ұнады. Оформлениясы да, дизайны да. Ресторанға қоятын бағам 12 деген балл қоямын. Себебі фотозонасының аймағы кішкене тарлау болды да, кейбір адамдарға ыңғайсыз болып жатты. Ресторан оформлениясына 3 деген баға қоямын. Бір вау дейтін еш нәрсесі жоқ. 3 ұпай ма? Бұл аптада қойылған ең төмен баға осы болуы керек. Қатысушыларымыз жұлдызды әке шаңырағынан ұзатып жатқанда, Алматының тағы бір әйгілі орны туралы айта кетейік. Ол Шымбұлақ
халықаралық тау шаңғы курорты. Шымбұлақ Алматының орталығынан көлікпен 15 минутта жетуге болатын жерде орналасқан. Жазда жұрт бұл жерге келіп, парапланмен ұшат немесе велосипед тебет. Ал қыста кезек шаңғы мен сноубордқа тиет. Гондолды жолмен ең төбесіне теңіз деңгейінен 3200 метр биікте жатқан Талғар асуына дейін көтеріле аласыз. Айтқандай, Шымбұлақ тау шаңғы курорты әлемдегі ең биік түнгі шаңғы трассасы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Қыздар, мен өткеннен бері ескертіп айтып жүргем, бүгін мен ең жақын деген подругам құрбым ұзатылып жатыр, соның ұзатуына барып 1 сағат болсын қатысып келсем, сендер маған бір қызықты моменттер болады ғой, соны WhatsApp-қа жіберіп тұрсаңдар. Мен сәл барып 1 сағат құрбымды құттықтап келсем деп едім. Келесің ғой. Интервьюға келем ғой. Рахмет. Не болып кетті өзі? Бірі кіріп, бірі шығып жатыр ғой. Мәдина әрең келіп еді, енді Жазира кетіп барады. Сонда жұлдыз шоу бағдарламасын кімге сақтап отыр екен? Жігіттің ән салғаны вообще қатты ұнады маған. Екеуінің жасы кішкентай болса да, екеуінің арасындағы жаңағы искра чувствовалось. Достары қоршап, оларға поддержка берді, ол да бір жақсы әсерін берді деп өзім айта аламын. Бірақ Мәдинаның шоу бағдарламаға қарайтын мұршасы жоқ сияқты. Оның бар көңілі дастарханға ауып кеткен. Бешбармақтың да дәмін, салаттардың да дәмін көрдім. Майонезі бар салаттар көбінесе желімді, қалған салаттар майонезсіз жасалған, олар қалай тұрды, сол қалпы тұрды. Бишілердің енді ондай прям профессионально болмаса да, ана жылғыдай лағып кетпетті. Екінші үлкен ас келді, оған қуырдақ келді. Өзіме жалпы негізі қойдың етін ұнайды. Сол себепті оған өте күшті әсерде болдым именно сол екінші тамаққа. Еті кішкене қаттылау болды, бірақ картошкасы тема болды. Сізге осындай түседі, иә? Не өйсе? Именно екеумізге осындай түседі. Неден түсті? Еттен. Ладно. Мен түстіп жеп отыр едім. Мен қайтар жерлер алам. Енді сүйсініп жеп жатқан кезде бір случай болып қалды, оны енді Дана айтам, айтпама білмеймін, но одан кейін мен еш нәрсе жеген жоқпын дұрыста. Салаттан тағы кішкене шаш тауып алдық, өмір маған шаш түседі екен, не екен, іздеп жүреді ғой мен сол. Баклажанның етінен шықты, как будто андай малдың бір қылы болады ғой, сондай сияқты. Қап мезгілсіз уақытта тап болғанын қараш. Дастарханға баға қою керек, ал тамақтан тағы да шаш шықты. Ас мәзіріне 8 деген баға қоям. Ең жақсы сол спасать етіп тұрған ол қуырдақ. Жұлдыздың ас мәзіріне қоятын бағам 10, сол бағаны максимальный деп есептеймін. Ас мәзіріне қоятын бағам 7 деген баға қоям. Себебі енді ұнаған да жері болды, ұнамаған да жері болды, сол себепті 7 деген баға қоям. Ал қуырдақтың дәмін татып үлгергенде бұдан көрі жоғары баға қояр ма едің? Қарашығым көзімдегі сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді. Зоту стори деген бірінші рет көріп тұрмын негізі ондайды. Необычно жасаған. Шынымен біздің дәстүрде бар нәрсені қызды шығарып салу, сондайды әдемі қылып клип сияқты түсіріп шығарған ұнады маған қатты. Қайтып қоймайды дейді, ұнады маған, жақсы деп. Ұзатудағы стори өте әсерлі болды. Жанымдағы тағы қатысушы қыз екеуміз кішкене көзімізге жас алдық. Көктегі күн
көрсеткен жаным. Ол енді одан арман көңілді босатты, жылайтындай емес енді, но көзіме жас келгені рас. Вообще в целом жұлдыздың тойында өзім көңілім босап отырды кішкене. Кішкентай қыз болғаннан кейін ба, мамасы ерте кетіп қалған туралы естідім. Содан кейін кішкене жүрегім ауырып, әлі кішкентайсың ғой деген сияқты ма. Бүгін осы кішкентай қыз туған ұясынан ұшып шығып, жаңа таудың шамын жағады. Және де жұлдыз өзінің ризалығын білдіру үшін туғандарын арнап тосын сый дайындапты. Жұлдыздың ән орындауы әдемі болды. Отбасына рахметін айтып, өсіргеніне, баққанына, барлығына, столдарына жақындап, сондай рахметтерін айтты. Ол да бір жақсы әсерін берді. Ол вообще тамаша болды. Растрогалась. Қыздар Жазираның да көңілін босатуды ұмытпады. Оған видеоны WhatsApp-пен жіберді. Мысалға, ешқайсымыздың бұның алдында ұзатуымызда бұндай ән арнау деген, отбасына алғыс ретінде ән арнау деген болған жоқ. Сол себепті бір ерекшелік болды деп ойлаймын. Шоу-программаға қоятын бағам 10. Сол бағаны максимальный деп санаймын. В основном ойындар сидя болды. Андай пенсионерский ойындар дейді ғой, сондай ойындар болды ғой. Бүгінгі тойдың шоу-программасына қоятын бағам 11 деген балл қоямын. Маған барлығы ұнады, тек қана жаңағы асаба онша ұнаған жоқ. 7 қойдым, себебі қарапайым болды. Аса бір уау ештеңе жоқ. Пақ дейтіндей болмады. Тағы 1-2 сағатқа кешігуің керек еді. Сонда қалыңдықтың қоштасып жатқанын ғана көрер едің. Айтқандай, дәл қазір сол әсерлі сәт басталып жатыр. Бақытың баянды болсын, жанымда қимасы қимай, сыздайды ішіме сыймай, қош енді қош аман жар болсын жасағым, қолымды болмай қимай. Жұлдызын шығарып салған сәтті әкесі көзі қызарып, жүректі ауыртты кішкене. Енді бүгінгі тойдың аяғын көре алмағандықтан, жұлдызды ұзатып алып келіп жатқан сәтін мен көре алмадым ғой. Жалпы енді барлық ұзату тойларындағы секілді, енді отбасымен қоштасу қиын ғой ол сәт. Сол себепті өте әсерлі, әдемі болды деп ойлаймын. Және жұлдызға осымен бірге бақыт тілеймін. Жазира, жақсы тілегіңе рахмет. Финалда қоятын бағаларың жұлдызға бақыт сыйлай ма жоқ па, оны ертең көреміз. Сонымен қалыңдықтың бейнесі сәукеленің қыстық болғанына қарамастан 35 ұпай жинады. Мейрамхананың сән салтанатына бәсекелес бикештер 30 ұпай берді. Қатысушылар шоу бағдарламаны 28 ұпайға бағалады. Ең төменгі бағаны тағы да шаштың кесірінен той дастархан алды. 25 ұпай. Бәрін қосқанда жұлдыздың қоржынына 118 ұпай түсті. Бұл әзірге осы аптадағы 3-ші орын. Бірақ ертең финал. Бәрі күрт өзгеріп кетуі мүмкін. Шешуші сәтті көрмей қалмаңыз. Туфа, каждый салатты айтып отырайын ба енді? Ойбай. Дальтоник па бірдеңе шығар қыздар. Вдруг енді что-то не понравится, ренжімеңдер. Пошла нафиг она. Потолок дейсің. Ой, жауап бермей қойшы.